Hepinize merhaba, hoş geldiniz diyorum. Bugünkü bizim ilk dersimize. Bizi tаңдап, бізбен бірге түрік тілін үйренуге келгендеріңізге алғысым шексіз. Алдағы уақытта барлығымыз бірге түрік тілінде еркін сөйлеп, Түркияға барып, бірге түрікше әңгіме айтамыз деген ойдамын және сенемін. Жақсы, ондай болса бүгінгі біздің алғашқы сабағымызды бастаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай алфабе, яғни түрік тіліндегі алфавиттер. Бастайық. Жалпы түрік тілінде 29 әріп бар. Қазір 29 әріппен танысып алайық, сосын бірге әріптермен жұмыс жасайтын боламыз. Evet, başlıyoruz. Birinci harfimiz. Harf әріп деп аударылады. A әріпі. A. Mesela yazalım. Araba. Машина, araba. Екінші әрпіміз B. B. Мысалға қарайтын болсақ, ағылшын тілінде E, B, C деп кетеді ғой. Әріптің соңындағы дыбыс E болып тұр. Ал түрік тілінде E екен. B, C, D, R деген сияқты кете береді. Başlıyoruz. B. B. Yazalım buraya. Bebek mesela. Bebek, сәби, Одан кейінгі әрпімізге назар аударайық. Burada не var? C. C. Дыбысталуын жазып қояйын. C. Yazalım buraya. Ceviz. Дәнектер. Ceviz. Ceviz. C. Егер осы C деген әріптің құйрығын көрсеңіздер, демек бұл бізде Ç болып аударылады екен. Ç. Evet, devam edelim. Ç. Mesela yazalım buraya. Çiçek. Çiçek. Gül. Çiçek. Gül. Yazalım. D. D harfi biliyorsunuz. D. Ata. Dede. Sonraki harfimiz Y. Bunu E kılıp okusak dұрысырақ. Произношениеміз жақсы болу үшін. Yazalım buraya. Ekmek. Нан, мысалға, бұны неге дедім? Өйткені қылып айтсақ, біз таза түріктер сияқты сөйлейтін боламыз. Мысалға, екмек емес, экмек. Экмек. Көрдіңіздер ме, қалай естіледі? Экмек. Sonraki harfimiz F. F. Yazalım. Fare. Fare, tışkan. Sonraki G harfi biliyorsunuz. G. Gemi. Gemi. Егер де Г деген әріптің төбесіне мынандай ирек көрсеңіздер, демек бұл бізде юмшак Г. Юмшак Г қазір түсініктірек болады. Юмшак Г diyoruz. Бұның қандай ережесі бар? Юмшак деген сөзімізді аударсақ, бұл жұмсақ болып переводталады, және де сәйкесінше сіз бұл сөздің ішінде көрсеңіз, бұл өте жұмсақ болады және оқылмай кетеді. Оқылмайтын Г деп жатталсаңыздар болады. Мысалға айтатын болсақ, бұл бізде Ө деген әріп, қазір тоқталатын боламыз. Ө, мынау юмшакке ренжі. Ж деген әріпті үйрендік. Өрәнжі. Бұл Г оқылмайды, бірақ мына алдындағы дыбысты созып жібереді. Яғни бір әріп емес, екі әріп сияқты. 2x. Сонда өрәнжі. Мынау оқылмайды. Өрәнжі. Түсінікті ма? Егер түсінікті болса, мына сөз оқып көріңіздерші, қалай оқылады? Тау деген сөз. Қалай оқитын едіңіздер? Юмшакке оқылмайды, бірақ алдағы әріп кішкене созылыңқы болады. 2x деп айтайық. Мен өзім 2x деп айтам. Да. Да емес. Да. Юмшакке оқылмайды. Даг емес. Да. Жақсы. Түсінікті болды деген ойдамын. Evet. Devam edelim. Жалғастырайық. Келесі әрпіміз Х. Х. Барлықтарыңыз білетін сөз. Merhaba. Merhaba. Бұны Х қылып оқуға болмайды. Қ қылып. Бұл жай ғана Х. Түрік тілі өте нәзік, өте сондай бір жағымды, жұмсақ бір тіл. Оған түрік тілі андай Қ деген әріптер ұнатпайды. Сол үшін бізде 42 әріп болса, түрік тілінде 29 ғана әріп бар.
29 әріптің ішінде қ, ға, хат дегендегі қылар ешқайсысы жоқ. Бір ғана хысы бар, оның өзі өте жұмсақ, тіпті оқылмай кетеді екен. Мерхаба, мерхаба деп айтуға болмайды. Я? Окей, егер түсінікті болса, жалғастырып көрейік. Сіздерге мына сөзді берсем, қалай оқитын едіңіздер? Адамның аты, я? Мысалы, қалай оқисыздар? Мехмет емес, Мехмет, Мехмет. Даже түріктер Мемет деп айтатындар бар. Мемет тіпті оқылмай кетеді кезде. Бірақ оқысаңыз да өте жіңішке қылып оқып беріңіз. Мехмет, я? Өздеріңіз іштеріңізден айтып көріңіз. Іштеріңізден дауыстарыңызды шығарып тұрсыз. Мехмет, мерхаба, Мехмет, мерхаба деген сияқты. Evet, bu hangi harf? Бұл бізде А. Егер бұл И болса, бұл А. Өйткені төбесінде нүктесі жоқ. Осы арқылы ажырата аламыз. Бұл А. Mesela yazalım. Işık. Işık. Жарық. Işık. Және де бұл И. Yazalım buraya. İnek. Sıyır. İnek. Ya? Bu hangi harf? Bu özümüzдің Ж. Ya? Mesela yazalım. Jilet. Jilet. Stara. Jilet. K harfi biliyorsunuz. Kitap. Kitap. Kitaplar. Kalem. Ya? L. L harfinde bir kішкене bir произношениемізді көрсете қылып айту үшін типа L-дан кейін мягкий знак бар сияқты айтып жіберіңіз. Ya? Mesela yazalım buraya. Gül. Gül емес, мягкий знак бар. Gül. Ya? Gül. Түріктер сияқты сөйлейміз. Gül. Немесе мынаны қалай оқитын едіңіздер? Оқып көріңіздер. Evet. Kalp. Kalp. Жүрек деген сөз. Kalp емес, kalp. Ya? Керемет естіледі сол кезде. Evet. Yazalım buraya. Kalp mesela. M. Maymun. Maymun. Evet. N harfi. Nar. Mesela anar. P. Ya. Yazalım buraya. Pencere. Tereзе. Pencere. P harfi. Енді қарайық. O. Жай ғана O. Mesela 30. 10. Немесе, ya? Енді қарайық. Бізде қазақ тілінде О және Ө әріптері бар. Қазақ тілінде оның ортасын сіз жерсеңіз Ө болса, түрік тілінде ортасын емес, үстіне 2 точка қойып жібереді екенсіз. Оның үстіне 2 точка қойып жібересіз, бітті, Ө шығады. Демек бұл Ө деген әрпіміз. Ya? Mesela yazalım ördek. Ya da örnek. Örnek degenimiz misal деген сөз. R harfi. R өзіміздің. Радио. Түркçеде de радио. Sonra bu S. Yani S harfimiz. S. Sandalye. Орындық. Sandalye. Орындық. Егер де енді келесі әрпіміз Ш. С-ның құйрығы болса, Ш екен. Ш. Mesela Ж-ның құйрығы болса, Ч болса, уже С-ның құйрығы Ш деген әріп болады екен. Ya? Yazalım buraya. Şişe. Şişe стеклоларды жатқыза аламыз. Şişe. Evet. T harfi. T. Yazalım buraya. Tencere. Tencere. Әдейі сіздер білмейді ау деген сөздер айтып жатырмын, что алғашқы сабақтың өзінде миымызда қалу үшін. Мысалға қарайтын болсақ, burada пенжере бар ve tencere бар. Көрдіңіз бе? Өте көп студенттер осы екі сөзді шатастырады. Пенжере дегеніміз терезе, тенжере дегеніміз біздің тамақ жасайтын қазан. Ya? Осы екеуін ұмытпайық. Көбінесе тесттерде өте көп осы екі сөзден әдейі студенттерді шатастыру үшін келеді екен. Tencere. U. Bizim қарапайым U harfimiz. Mesela yazalım buraya. Uçak. Uşak. Ö. Яғни, оның екі нүктесі болса, Ө болса,
Уның екі нүктесі болса, яғни мына екі нүкте сіздің әрпіңізді жіңішкертіп тұр. Көрдіңіз ба? У, Mesela ütü, uçuk, ya, ütük, ütü. Ve mesela valiz. Valiz degenimiz çamadan. Valiz. И. Bunu biz и, ya, дыбысталуы. Бұл тоже и, бірақ бұл дауыссыз. Бұл дауысты. Қазір тоқталатын боламыз. Бұл әріпті мысалға yazıyoruz. Yüzük. Yüzük. Ya. Z. Mesela yazalım size zıt kelimesi. Antonim деген сөз. Қарама-қарсы, ya, zıt anlam, antonim mағынасы деген сөз. Zıt ya da zebra немесе zeytin. Zeytin деген сөзіміз, ya. Zeytin. Evet arkadaşlar, бұл бізді жалпы түрік тіліндегі алфавиттеріміз. Назар аударайық, ұмытпайық. Yumuşak G'нің оқылмайтындығын ұмытпайық. Бұл әріптерді кәдімгідей бір таблица алып, осы және де С, Ш әріптерін жазып алсаңыздар болады, ұмытпастай етіп, және де мына бөлікке тоже қайталап отырыңыздар. Ертең біз практика сабағымызда мәтіндер оқимыз, бір-бірімізбен диалог жасап түрікше сөйлескен кезде өздеріңізге оңай болу үшін қазірдің өзінен дәптеріңіздің 4 таңдай шет жағына таблица ашып, осыларды жазып алыңыздар. Жақсы ма? Evet. Егер осының барлығы түсінікті болса, әріптерімізді әрі қарай жалғастырайық. Evet, ben şu an burayı siliyorum. Evet arkadaşlar, енді біз осы үйренген 29 әріптерімізбен жұмыс жасауды бастайық. Ya, осы 29 әріптеріміз енді екі топқа бөлінеді екен. Әрине onlar үнлі, яғни дауысты және дауыссыз. Үнлі және де үнсіз. Үнлі, үнсіз, дауысты және дауыссыз. Мына дауысты әріптеріміз тағы екі топқа бөлінеді екен. Бізде де бар ғой дауысты әріптеріміз жуан және жіңішке болып бөлінеді. Яғни kalın, ince. Kalın, ince. Жуан, жіңішке болып бөлінеді. Жақсы, жалғастырайық. Kalın, яғни бұлардың барлығы дауыстылар. Дауыстар екі топқа бөлдік. Мұнда жуан дауыстыларымыз қандай әріптер екен? А, о, у. Бұлар бізде жуан дауыстылар. Ал жіңішке дауыстыларымызға нелер жатады? И, оның жіңішкесі не еді бізде? Удың жіңішкесі қандай еді? Яғни 29 әріптің ішінде осы 8-і дауыстылар және жуан жіңішкелер. Түсінікті ғой, 29 әріптің 8-і дауысты, қалған 21-і үнсіз әріптер болып аталады екен. Evet, devam ediyoruz. Мына біздің жалпы түрік тіліндегі барлық жасайтын ережелеріміз, жаттығуларымыз, сөйлемдеріміздің барлығы осы дауысты әріптерге байланысты өзгеріп отырады. Түсінікті ғой? Evet, егер олай болса, жалғастырайық. Бізде осы әріптермен қалай жұмыс жасаймыз? Evet, şimdi бұл көпше түрдегі жалғаулар. Жақсы, түрік тілінде көпше түрде біз затесіндерді жасауымыз үшін бізге тек қана лар және лер деген екі жалғау болса жеткілікті екен. Осы екі жалғауымыз ғана бар. Егер де біз бұл жалғауларды қалай жасаймыз? Мысалға, китап деген сөзге біз кітап деген сөз ғой. Бұны біз көпше түрде жасайық. Кітаптар деп. Я, жақсы, бағыттаңыз сразу лар деп жатқан шығарсыздар. Жақсы, дұрыс, бірақ оны қайдан білдік? Біз кез келген етістікке немесе сөзге, зат есім болсын, жалғау жалғайтын болсақ, біз оның тек қана соңындағы дауысты дыбысына қараймыз. Соңғы дауысты дыбыстармен жұмыс жасаймыз. Жақсы. Китап деген сөзге енді лар немесе лердің біреуін жалғауымыз керек. Егер де біздің соңғы дауысты дыбысымыз а, яғни жуан дауыстылар болатын болса, не қалың үнлілер. Егер осылар болатын болса, біз болған лар деген жалғауымызды жалғайды екенбіз. Лар. Егер де китаплар. Егер де біз дефтер, дәптер деген сөз. Біз
соңғы дауысымыз е, яғни жіңішке дауыстылар болатын болса, біз онда инжелердің барлығына лер жалғайды екенбіз. Иә? Түсінікті ғой, яғни дәфтерлер. Енді осы жер түсінікті болса, қазір сіздерге мысал берейін, сіздер жасап көріңіздер. Тоқтатып қойып, айтып, ары қарай жалғастырып көрсеңіздер болады. Evet, birinci kelime mesela ben size veriyorum. Sandalye. Evet, doğru. Ye болған үшін ince болса біз лер жалғаймыз. Sandalyeler, орындықтар, ya, орындықтар. Екі, okul. Okul деген сөзіміз мектеп деп аударылады. Жақсы, ең соңғы әрпіміз у, жуан, ya, қалың. Сол үшін біз лар жалғайды екенбіз. Okullar. Үшінші сөз беріп көрейін сіздерге. Жүздан. Бұл біздің ақша салатын кошелегіміз. Я, жүздан. Әрине, тауып көрдіңіздер. Evet, ең соңғы әрпіміз а, жуан болған үшін біз лар жалғайды екенбіз. Жүзданлар. Жақсы, өте керемет. Дәл осылай лар жалғай береді екенбіз. Бірақ түрік тілінде бұл ережеге бағынбайтын бірнеше сөздеріміз бар. Бірнеше ғана сөз. Мен олардың таблицасын сізге мұнда көрсетіп қоямын. Группамызға тоже жіберетін боламын. Ал қазір бір-екеуіне мысал келтіріп көрсетейін. Мысалға айтатын болсақ, саат деген сөз сағат болып переводталады. Сағат деген сөзіміз. Неге бұл сөздер бұл ережеге бағынбайды? Өйткені бұл басқа тілден келген сөздер екен түрік тіліне. Сол үшін бұл сөздер түрік тілінің ережесіне бағынбайды. Саат деген сөз, evet, жуан болған үшін біз лар жалғауымыз керек. Дұрыс, бірақ бұл шет тілден келген сөз болған үшін оған бағынбайды, біз бұған саатлер диyoruz. Саатлер. Яғни сағат деген сөзге қандай да бір жалғасаңыз, біз жіңішке жалғайды екенбіз. Tamam mı? İkincisi, yazalım buraya символ, ya? Тоже символлер деп аударылады екен, жазылады екен. Бұлардың таблицасы бар, мен сіздерге көрсеттім. Және де жалпы көпше түрдегі зат есімдеріміз осылай жалғанады. 29 әрпіміз 8-ді қалың ve ince, қалың harflerimiz a, o, u, ince harflerimiz e, i, v, ö. Осыларды ұмытпайық. Әріптердің барлығын жақсылап үйде қайталап, олармен тапсырмалар орындап көріңіздер. Практикалық сабағымызда барынша түрікше оқып, бір-бірімізбен жақсылап сөйлесетін боламыз, arkadaşlar. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Tekrardan tanıştığıma memnun oldum. Görüşmek üzere.